Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақтың тақырыбы біздің айналамыздағы ақпарат. Оқу мақсаты әртүрлі формада ақпаратты атап шығу және көрсету. Сабақтың мақсаты барлық оқушылар әртүрлі ақпаратты атап шығады және көрсетеді. Оқушылардың көбісі әртүрлі ақпараттың түрлерін ажыратады. Кейбір оқушылар ақпараттың берілу формаларын анықтайды. Бүгін үйренетініміз ақпаратты өңдеу, әртүрлі ақпараттарға мысалдар келтіру, ақпаратты ұсыну. Ақпарат деген не? Ақпарат белгілі бір нәрсе, адам, жануар, зат, құбылыс және тағда басқалар туралы символ мен сигнал түрінде берілетін мәлімет. Біз ақпаратты қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар мен объектілердің қасиеттерінен, құрылымнан, олардың бір-біріне байланысынан аламыз. Мысалы, ауа райының қандай екендігі туралы ақпаратты бере аламыз. Жаңбырдың жауғанын, немесе күннің шығуын, машиналардың қозғалысын және тағда басқа түрлі құбылыстарға куә боласың. Яғни түрлі ақпарат аласың. Біз ақпаратты қалай қабылдаймыз? Біз ақпаратты көру, есту, дәм сезу, иіс сезу және сипап сезу арқылы қабылдаймыз. Ақпаратты алуға адамның сезім мүшелері қатысады. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Сонымен балалар, информатика дегеніміз ақпараттық үдерістерді, ақпаратты іздеу, жинақтау, сақтау, жөнелту, пайдалану және өңдеуді зерттейтін ғылым. Ақпарат түрлері: видео ақпарат, мәтіндік ақпарат, графикалық ақпарат, дыбыстық ақпарат және сандық ақпарат. Ақпаратты әріп, символ, таңба түрінде беруді мәтіндік ақпарат деп атаймыз. Ақпаратты сан мен амалдан тұратын математикалық өрнек түрінде беру, ақпаратты сан түрінде ұсыну. Ал графикалық ақпарат дегеніміз ақпаратты кескін, сурет, сызба түрінде беру. Ал дыбыстық ақпарат дегеніміз ақпаратты ауызша, дыбыс, тілдік символ түрінде беру. Бейне ақпарат дегеніміз ақпаратты қозғалыстағы кескіндер түрінде беру. Үйге тапсырма. Осы кестені толтырамыз. Мына жерде мысал келтірілген. Мысалы, зат, ұялы телефон, қасиеті, шылдыр, қабылдау арнасы, есту, мүше, құлақ. Осы сияқты мына жерге мысалдар келтіріп, кестені толтырамыз. Сау болыңдар.